Сәлем достар, бүгін сіздермен дәл осындай банан қосылған панкейк жасайтын боламыз. Тез әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Дәл осылай орташа размердегі бір бананымызды ұсақтап турап саламыз. Ал енді қантымызды саламыз. Блендердің көмегімен жақсылап біркелкі болғанға дейін езіп аламыз. Сіздерде дәл осындай блендер жоқ болса, вилканың көмегімен езіп алсаңыздар да болады. Банан қосылған массамызды жақсылап езіп алдық. Бізде дәл осындай масса дайын болды. Ал енді сары майымызды ертіп аламыз. Еріген сары майымызды банан қосылған массамызға қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Ал енді сүтімізді қойып, тағы жақсылап араластырамыз. Разрыхлитель уындарымызды еліктен өткізіп салып, тағы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластыратын боламыз. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салат, торттардың рецепттері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецепттер. Достарыңызбен, жақындарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Біздің қамырымыз дәл осындай болып шығады. Ал енді газда тұрған табамызға панкейктерімізді салып пісіріп алатын боламыз. Арты қызарып болғаннан кейін аударып екінші жағын пісіріп алатын боламыз. Біздің панкейктеріміз дәл осылай болып, әдемі болып пісіп шығады. Ал енді піскен панкейкімізді ыдысымызға аламыз. Панкейктеріміз өте қарапайым заттардан дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер, балаларыңыз сүйіп жейтін болады. Сіздерге осы видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар және қоңырау түймешесін де басып қойыңыздар. Келесі видеоларымда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.